Қалайсыздар? Мені сағындыңыздар ма? Инстаграмнан біраз демалдым. Өйткені бізде шөптің сезоны басталды. Биыл шөп аз, я? Сіздерде ше? Шөптің мәнісі қалай болып жатыр? Қыстың қамын жазда ойла деп бекер айтпаған ғой. Бүгін ауа райы күшті болып тұр екен. Көрпелерімнің тыстарын алып, күнге көпсітіп жайып алдым. Мамама рахметше, көрпе төсегімді тіккенде астарымен, қабымен сырмалап алып келіп еді. Хорошо, что қазір баяғыдай тігіп отырмаймыз. Жазғы демалыс басталып, қайын сіңілі, қайын інілерімнің барлығы келді. Алдап-сұлдап далаға төсейтін кілемдерімді жудыртып алдым. Басын бастап беріп едім, өздері аяқтады. Олар бірақ видеодан түсуден қашты. Қайын сіңілдеріңізді жұмсайсыздар ма өзі? Олар келгендеріне өкініп кеткен шығар, я? Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Бір пәсте жуып тастадық. Жуып бітем дегенше етім де пісіп қапты. Қыстық соғымнан қалған соңғы етті астым. Сіздерде әлі соғым бар ма? Или баяғыда бітіп қалды ма? Қысқы соғымның дәмі бөлек қой. Одан лимонад жасадым. Біразыңыз лимонадтың жасалу жолын сұрап едіңіздер. Сарағаш пен киви лаймның сиробын араластырып құя салдым. Ал енді мені одан сайын шабыттандырғыларыңыз келсе, лайк басып комментария қалдырыңыздар. Бұйырса сіздермен қуанышты жаңалығыммен бөлісемін.